Ассалаумағалейкум, қалың елім, қазағым, армысыздар, алталаш, алдарыңызда Серікжан Біләшұлы және Жарылқап Қалыбай. Біз дәл қазір Америка астанасы Вашингтоннан және Алматыдан сөйлесіп отырмыз. Енді бүгін қазақ халқына танымал, ұлтын сүйген ұл, қазақтың алтын азаматы Жарылқап Қалыбай ағамызбенен жалпы қазаққа қатысты үлкен ұлттық, тарихи, геосаяси және біздің ұлт азаттық мәселелеріміз туралы, еркіндік, демократия, ел, ұлт мәселесі, қоғам мәселесі туралы кеңінен талқы жасаймыз. Ендеше Жарылқап аға, ассалаумағалейкум, біздің Атажұрттың YouTube арнасына қош келдіңіз. Уағалейкум ассалам. Бүгін енді 25 қазан Әбілязовтың бүкіл қазақты митингіге шақырған күні. Бірақ Азаттық радиосынан естігеніміздей және әлеуметтік желіден көргеніміздей, билік 15-20 шақты белсенді азаматтарды күні бұрын тұтқындап түрмеге тоғытып үлгеріпті. Үйінен қамап, тұтас мемлекеттік аппаратты іске қосып, күні бұрын тас түйін дайындалып, әлгі азаматтардың мәселесі майшаммен қарап, сары ізіне шөп салып жүріп, күні бұрын әлгі азаматтардың желідегі бір сөзі, WhatsApp'тағы бір аудиосы деп күні бұрын қамап тастапты. Жалпы Әбілязовты митингке шақырудан тоқтаған емес, билікте күні бұрын Әбілязовтың сөзіне үн қосып, митингке шыққысы келетін көз ашық көкірек ояу азаматтар қамаудан тоқтаған емес. Бұл осы бір айналыс, осы бір үнемі бірін-біріменен тоқтамайтын осы бір circulation, ағылшынша айтқанда. Қайта айтайын бастан қора салдым тастан дейтін, қайта айтайын бастан қора салдым тастан дейтін. Осы бір ойын қазақ қоғамында қашанға дейін жалғасады? Қазақ қашанғы қамалады? Билік қашанғы қамайды? Қашанғы азаматтардың бір ой еркіндігін тұмшалайды? Мысалы, менен тікелей эфирімде сұрақ сұрады. Әбілязовтың 25 қазандағы митингісіне қалай қарайсыз? Сіз шық деп айтасыз ба деді. Мен айттым, Әбілязов үшін емес, Серікжан Біләшұлы үшін емес, өзің үшін, ұрпағың үшін, ел үшін, отан үшін шық деп тұрып айттым. Жалпы сіз осы мәселеге қалай қарайсыз? Бұл негізі дұрыс нәрсе. Халықты митингіге шығуға үйрете беру керек. Оны тоқтатуға болмайды. Ол өйткені кез келген елдің әділетсіз, жемқор билігін ауыстырудың бірден бір жолы тек қана бейбіт шеру. Бейбіт шеруге шықпай, бейбіт наразылық көрсетпей, бейбіт қарсылық көрсетпей, ешқандай да билік ауыспайды. Ешқашан. Өйткені биліктің ең басты мақсаты билікке келгеннен кейін өзін қорғау. Билікте қала беру. Мейлінше ең ұзақ қалу. Ал сондықтан жаңағы билікті кетірудің бір-ақ жолы бар, ол тек митинг. Соны біздің билік әбден жақсылап меңгеріп алған, зерттеп тексеріп. Қалайда халықты митингіге шығармаудың барлық жолын жасап, дүние жүзіндегі ең тоталитарлық режим жасап алды. Мынау Россия сияқты, Қытай сияқты, Иран сияқты халықты көшеге шығарпаудың барлық амалын жасаған, бақылаудың барлық жағын жасап қойған, камераларды қойып қойған, бүкіл жаңағы мемлекеттік қаржыға отырған, ең қаржыны көп жейтін күштік құрылымдар дейді. Ол мынау қауіпсіздік, мемлекеттік қауіпсіздік комитеті ма? Ол шетелден Қазақстанды қорғап отырған жоқ мемлекетті. Тек қана бір кісіні қорғап отыр. Ар жағында Назарбаев бар. 30 жыл солай болған, 34 жылда солай болып келе жатыр. Одан бөлек жаңағы анау полиция бар. Одан бөлек жаңағы прокуратура бар, сот бар, армия бар. Тіпті ол болмаса, анау шетелден ОДКБ дейді, Ресейдің әскерін шақыру бар. Міне, осы жолдың барлығын, тіпті кешегі анау цифровой немені жаңа министрлік құрып жатыр ғой, искусственный интеллект. Оның түпкі мәні тек қана өзін қорғау. Ең жақсы жаңағы
құрал жабдықты, ғылыми жаңалықты бірінші болып билік өзіне пайдаланып, халыққа пайдаландырмау, халықты көшеге шығартпау. Мақсат сол. О диктатура орнату. Бізде қазір билікке сондай жағдай жақсы болып тұр, жайлы. Өйткені демократия және демократияның либералистік немене дейді ғой, жалпы либерализм. Және мынау автократия дейді, бір адамның билігі. Қарасаңыз, демократия 91 жылы жеңді, енді ары қарай тек қана батыстың неменесі жеңе береді деп, ана Фукуяма сондай бір кітап жазған. Ал кейін оны қате шықты одан. Хантингтон деген кісі өзінің кітабын жазды да, ол айтты, олай емес. Мынау діни ерекшелік тұрған кезде, этникалық ерекшелік тұрған кезде, қоғамдағы әлеуметтік теңсіздіктер тұрған кезде, ешқашан жаңағы мынау неменесіз болмайды. Демократия жеңе алмайды, авторитаризм, соғыс нелер көбейе береді, конфликт, дау жанжал. Міне ақыры қазір сол конфликт, әлемдік дау жанжалдың арқасында кімдер күшейіп бар жатыр? Авторитарлық жүйелер. Ол Ресей, ол Қытай, ол Иран, ол Солтүстік Корея, ол Қазақстан және Орта Азия, сол сияқты нелер кете береді. Өзіңіз білесіз. Оның бәрін айтып жатудың керек жоқ. Билікті аударудың бейбіт шеру жолынан басқа, біз ұнатсақ та, ұнатпасақ та, Непал жолы сияқты қарулы, қанды көтеріліс жолы да бар. Бірақ біз ашық демократиялық бағытты ұстанатын азаматтар ретінде Әбілязов та бізде ешқашан халықты қарулы және қанды көтеріліске шақырмаймыз. Бірақ біз бейбіт шеруге халықты үйреткіміз келеді. Бірақ Қазақстанда Непал моделі сияқты ашынған халықтың ешкім шақырмай-ақ, ешкім ұйымдастырмай-ақ Непал моделінде билік өкілдерін жазалау мүмкін ба? Ол мүмкін. Мынау қалай еді, күн шықпайым десе де таң атпай қоймайды дейді ма? Міне сол сияқты ерте ме кеш пе бір өзгеріс болады. Бірақ ол қашан болатыны белгісіз. Ұзақ мерзімде ме, қысқа мерзімде ме, оны уақыт көрсетеді. Ең мықты деген режимдердің өзі кейде бір кішкентай саңлау кемшілік жіберіп қояды. Сол моментті, сол сәтті дұрыс пайдаланса, халық көшеге шығып кетеді. Халық аударып жібереді. Ол үшін жаңағы жұрттың бәрі біліп отыр. Егер жаңағы Путин тас-талқан болып жеңілетін болса, мына жақтан Қытай өзі әупірімдеп әрең қалды ғой кеше Си Цзиньпин орнында. Оның жағдайда сондай алмағайып болып тұрса, сол моментте бізде жаңағы егер не болатын болса, жұрт көшеге шығып мүмкін алып кетеді. Ол үшін бірақ бүкіл Қазақстанда мына оңтүстік қалалар шықты ғой 22 жылы қаңтарда. Сол сияқты бүкіл облыс орталықтарының бәрі бір мезетте бәрі шығып кету керек қой. Өкінішке орай ондай бізде енді не жақын арада болмайды. Өйткені мына біздің билік қатаң, қатыгез режим жасап алды, халықты қорқытып тастады. Аямайым, атам қаңтардағыдай жаңағы қан жоса қылам, мынау Ресейдің әскерін шақырам деп. Оны көрген халық енді ондай үлкен немдеге бара алмайды. Бірақ оған дейін де тура сол қаңтарда да қазақ жастары, қазақ халқы ешқашанда жаңағы төңкеріспенен бірдеңеге жетеміз деп ондай мақсат қойған жоқ, және ондай әрекетте жасаған жоқ. Қанды қаңтардың несін провокация жасаған өкіметтің өз адамдары. Бұлар 20 мың террорист деп айту үшін, анау
Ресейдің әскерін шақыру үшін ОДКБ деп өздері мына ненің ішіне анау Дикий Арман сияқты нелерін жіберді. Солар жаңағы провокация жасады, арандатып, көшеге шыққан халық. Ешқашан жаңағы ешқандай ғимаратты өртеген де жоқ. Мәшинені де өртеген жоқ. Нелерді де ұрлаған жоқ. Сауда нүктелерін. Бәрін жасаған өздері. Кейін біздің есебімізден, біздің салығымыздың несінен соның қаржысын бәрін өздері өтеді. Соларға. Екі ортада халық қырылып қалды. Чаушескудың және оның жұбайының Румыния тарапынан, көтерілісшілер тарапынан күні кеше ғана қолында темірдің сынығы жоқ Румынияның жарты ғасырдан астам коммунистік диктаторлық билігінде жасаған халқы бір сәтте ешкім ойламаста, тіпті батыс демократтарының, батыстың саяси сарапшыларының ешқайсысы ойламаған, күтпеген жерден Румынияда төңкеріс болып, Чаушескуді әйелімен қосып атып тастады. Бұл бір ол кезде мынандай болды. Мынау қазір әлемдік деңгейде авторитаризм күшейіп, демократия әлсіреп қалды ғой. Дәл сол сияқты ол 90-шы жылдары, 80-ші жылдың аяғы мен 90-шы жылдың басында бүкіл әлемде мынау бірінші немістің несі қақпасы құлады ғой. Екі Германияның. Сөйтіп екі қосылды. Содан кейін өзі сондай қоғамдық саяси ахуал қалыптасқан еді. Сол ахуал кезінде тек Румыния емес, бүкіл жаңағы бұрынғы социалистік жүйеге қараған елдердің бәрінде сондай жағдай болды. Ал енді Румынияда ғана қатыгез түрде билікті жаңағыдай атып, масқаралап неғылды. Сондықтан оны жеке дара қарауға болмайды. А егер бізде сондай ситуация болса, онда әңгіме басқа болар еді. Қазір бізде ондай ситуация жоқ, қоғамдық саяси. Бізде қазір жұрт мойындап отыр. Ресей жеңілсін, күтейік соны деп. Ал немесе жаңағы халық оянсын деп. Халықтың оянып келе жатқаны рас. Халық бір оянғанын 2016 жылы мынау жер сатамын деп шықты ғой Назарбаев, кәдімгі ана министріне айтқызды ғой. Пәлен миллион гектар жер сататын болып. Сол жер сату кезінде бір көтеріліс болды, халық оянғанын көрсетті. Содан кейін кім түрмеден шықты ғой, Әбіләзов. Түрмеден шықты да жұртты митингіге үйретті. Соның нәтижесін немеде бір көрсетті. Мынау Қосановтың өтірік сайлауға түсіп, кімді мойындады ғой. Жай әшейін кімді легимитизация жасау ғой. Тоқаевты. Өйткені Тоқаев заңды демократиялық түрде билікке келді көрсету керек болды батысқа. Соған жаңағы ол сыбайлас болып көмектесіп берді Қосанов. Міне сол кезде халық тағы бір шықты, байқасаңыз. Содан кейінгі ең негізгі несі, мынау қаңтарда сол Әбіләзовтың қанша уақыт дайындаған несінің жемісі бірден халық шығып кетті. Барлық қалада шығып кетті бірден. Бастауы жаңағы Маңғыстаудан болғанмен айналдырған 2 күннің ішінде бүкіл Қазақстанның оңтүстік қалалары шығып кетті. Міне, соған қарағанда Қазақстан оянып, сол неге дайындалып келе жатыр. Және мына қаңтар қазақты әбден өшіктірді билікке. Әбден жаңағы жауластырды. Қазір мына билікті, Назарбаевты жек көрмейтін қазақ аз. Анау сол немеде жүйеде жүріп, шенеунік болып жаңағы байыған адамдар болмаса, басқалардың барлығы наразы. Тек қана сол наразылықты қалай шығарарын, қалай көрсетерін білмей жүр. Өйткені
мына сондай қанменен билікке келген режим бұл өзін сақтау үшін Қытайдың жаңағы бүкіл камераларын алып алды, нелерін тәжірибесін алып алды, бүкіл бақылау жүйесінің бәрін күшейтті. Халықты қазір бүйтіп ұстап отыр. Өзіңіз көріп отырсыз. Халық митингіге шығатын 25 болатын болса, 1-2 күн бұрын негізгі белсенді адамдарды біледі. Соларды үйінен алып кетіп қамап қояды. Бүгінгідей. Бүгінгі дейінде болды ғой, кеше алдың күні. Міне бұл жаңағы бейбіт түріменен және төңкеріс түрі Қазақстанға қайсысы қолайлы дейсіз ғой? Ол жаңа сізге дұрыс айтып отырсыз. Әблязовты сізде жаңағы мынау біз тек қана бейбіт, қазаққа бейбіт шеру арқылы ғана билікті ауыстыру керек, басқа жол жоқ. Бізде қарулы күшпенен не қылатындай қоғамдық саяси ахуал жоқ. Және билік ондай болу үшін биліктің ішінде бір бөлік болу керек. Әскердің адамдары, немесе жаңағы күшті құрылымдардың адамдары өздері жаңа неге қазіргі билікке қарсы шығып, топ құрып, солар не қылған жағдайда ғана жаңағы революциялық жағдай болады. Әскери күш бар кезде. Ондайға мүмкіндік беріп отырған жоқ. Қазіргі билік барлық қаржыны, жалақыны көбейтіп отыр тек полиция менен армияға, жаңағы күшті құрылымдарға. Сосын жаңағы дауысты ұрлап беретін мектептің мұғалімдеріне. Басқа халыққа жалақы жоқ, жұмыста жоқ. Қазір нағыз тығырыққа тіреліп келе жатырмыз. Инфляция күннен күнге күшейіп кеткен, қарызға батып, қымбатшылық осы алқымнан алып жатыр Қазақстанда халықты. Міне, бұндай жағдайда бұлар тек қана жаңағы күшпенен ұстап отыр, қорқытып отыр. Төңкерістік жол бізге жүрмейді. Оны ойлаудың да керек жоқ. Бізге бір ғана жол бар, бейбіт түрде. Халық жаңағы оянып келе берсе, алғашында жаңағы бір ауылдың 5 адамы ғана наразылық көрсететін болса, күндердің күнінде сол жаңағы 25 адамға, 25 үйге жетеді. Күндердің күнінде сол ауылдағы 150 үйдің барлығы наразылық көрсете бастайды. Міне сондай барлығы наразылық көрсеткен жағдайда олардың адамдары, балалары билікте отыр ғой. Ана билікке жетпей қоймайды. Билік амалсыз реформалар жасауға мәжбүр болады. Тіпті кетпесе де биліктен, халыққа пайдалы реформалар жасауға сондай мәжбүрлеуге болады. Оған бірақ уақыт керек бізге әлі. Өйткені халық әлі ондай оянып, күшейіп біткен жоқ. Жалпы орталық Азия әлемдік ірі диктаторлардың қоршауында қалды. Мысалы, бүкіл жер беті болып, мына әлемдік диктаторлық зұлымдық жүйесін қалыптастырып қойды. Тіпті Американың конгрессменінің өзінің сөзінде екінші дүниежүзілік соғыстағы Жапон, Италия, Германия фашистерінің одағын әксе деп, яғни өс деп атаған сияқты, қазіргі Ресей, Қытай, Иран, Солтүстік Корея одағында солай атады. Енді осы Ресей, Қытай, Иран, Солтүстік Корея әлемге әйгілі 4 диктаторлық тирандық жүйенің ортасында орталық Азияның стандары жүр. Орталық Азия соларменен Евразиялық экономикалық одақта жүр. Орталық Азия соларменен ОДКБ әскери одағында жүр. Жалпы Ресейдің ықпалынан бір шығалмаушылық Орта Азияға бір ортақ тағдыр болып жазылып отыр. Енді Ресей менен шектесіп отырып, Совет кезінен бір-бірімен соғысқан Әзірбайжан менен Армен Америкаға келіп Трамптың алдында одақтасып, жарты ғасырға жалғасқан соғыстарын аяқтатып, енді жаңағы Түркия мен Әзірбайжанды жалғайтын дәлізді ашуға Армен келісіп, Ресейдің кәдімгі қарғыбаулы иті болып отырған Армения бірден батыстық демократиямен одақтасты. Бұл деген сөз Әзербайжанда Армен жері арқылы дәліз ашып Түркияға жалғаса,
ары қарай газ құбыры Түркияға жетсе, Түркия арқылы Еуропаға жалғасуға болады. Әзербайжанға Қазақстан жалғап, Қазақстан арқылы Түрікмен газын Еуропаға жеткізуге болады. Яғни Ресейді айналып өтудің жолы ашылды деген сөз. Осы бірнеше күннің алдында ғана Еуропа одағы менен Орталық Азия және Кавказ елдерінің саммиті болды. Мен бұл саммит туралы бүкіл еуропалық басылымдарды тінтіп сүзіп шықтым, және оны тікелей эфирімде жаңағы аударып отырып жарияладым. Енді қызық болғанда, Еуропа қаржы салуға зор көлемдегі қаражатты дайын деп отыр. Дайын, біз салайық, сендер бізбенен одақ болыңдар, біз Кавказ, Орта Азия қосылып, Ресейді айналып өтетін жаңағы энергетика көз, былайша айтқанда отын тасу жолын салайық, ақша бар, анау бар деп. Енді осыған көткен шектеп, кері тартып, келісім бермей, болмайтын келіссөзді жаңағы ұзаққа созып кері тартып отырған Қазақстан билігі деп батыс ашық айтып отыр. Қазақстан билігі ана жақтан Еуропадан қисапсыз қаражаттың көзі көрініп тұр. Ана жақтан еуропалықтар тонна евроны былайша айтқанда жиып қойып, бергел Қазақстан деп шақырып тұр. Міне саған ақша, сенің халқыңды бай бақытты өмірге жеткізетін, сенің сатылмай тұрған мұнай газыңды бай бақытты өмірге жеткізетін ақша міне деп тұр. Ол Еуропа ол ақшаны салды деген сөз. Еуропа ол өзінің салған ақшасын ешкімнің тиісуіне, білдіруіне жол бермейді. Бірақ біздің билік Еуропа менен сауда жасаудың өзінен қорқып отыр. Оның себебі былай. Біз мынау тәуелсіздігімізді бұрында толық алған жоқ едік. Ал мына 22-ші жылы қаңтарда саяси тәуелсіздікті беріп қойдық десе болады. Дәл қазіргі билік сол Путиннің қойған билігі. Соның арқасында билікте сақталып қалған билік. Сондықтан бұл кісі тұрған кезде біз басқа Орта Азиялар республикалар сияқты еркіндеу қимылдай алмаймыз. Ал шындығында батыстың дәл қазір Орта Азияны өзіне тартқысы келіп отырғаны ол Россияны әлсірету. Россияны әлсірету. Соған санкциялар салып жатыр, анау Роснефті мен Лукойлға салды ма? Газға салды санкцияны. Енді жаңағы Россияның осы соғыста қалайда әлсіретудің бір жолы Орта Азия республикаларын Россияның несінен алып кету. Ол бізге өте пайдалы болар еді. Біздің халық үшін бұл керемет жақсы сондай момент, сәт. Бірақ оны жүзеге асыртпайтын Россия бар. Біздің билік тұрған кезде біз аналар сияқты еркін бірден жаңағы нені шынжырды үзіп шығып кете алмаймыз. Оның үстіне батысқа сену қиын болып қалғанын Украинадан кейін сабақ алдық біз. Қорқамыз. Батыс басын бастап алады да, кейін ең соңында өзіңе тастап кетеді қиындықтың бәрін. Көрдіңіз ғой, Украина қандай жағдайға қалды. Сондықтан бұл жерде екі жақтың ойын. Мен жалпы қазіргі биліктің, қазақтың билігінің халықаралық геосаяси саясатын құптаймын. Өйткені басқаша болу қиын. Қазіргі немеден алмағайып заманнан аман есен жаңағы шығып кету оңай болайын деп тұрған жоқ. Бірақ біз неге Ресейге бұрыннан да ең көп кіріптар болып қалған мемлекет ретінде байланысымыз өте көп, экономикалық жағынан да тәуелсіздікті көп алып қойған Ресей өзі құзға құласа бізді ала кетейін деп отыр. Өзі егер жеңіп шықса бізді де жаңағы шығарады, бірақ біз одан сайын оған кіріптар боламыз. Ол бізді жаңағы мен жеңіп шықтым, сен менімен сыбайлас болдың деп бізге арқамыздан қағайын деп отырған жоқ. Еркіндік беріп. Қайта не болады. Сондықтан Ресейдің жеңілгенін тілей береміз, және соған жұмыс жасаймыз. Қалайда Ресейдің жеңілгеніне. Қалайда батысқа жаңағы мынау Тұран несі болып тұр ғой, түбі Тұран одағына келеді.
түркі халықтарының жаңағы Азербайжан менен жаңағы Арменияның арасындағы Зангезур дәлізі арқылы Европаға жол ашуы, мына шикізатты нені шығару ғой, сауда жолын. Бұл бізге өте үлкен пайдалы нәрсе болар еді. Ол Европа соны біліп отыр, Евроодақ. Сондықтан да келе ғой деп отыр, ақша берем деп. Бірақ біз көбірек тәуелдіміз. Өзбекстанда емеспіз, Қырғызстанда емеспіз, Азербайжан сияқты емеспіз. Сондықтан біздің жағдайды түсіну керек. Ол тек қана жаңа бұл жерде Тоқаевтың саясатын кінәлай беруге болмайды. Бұл жерде өте қиын, күрделі. Біз білмейтін нәрсе көп. Бізге жетпейді ақпарат. Халықаралық геосаяси немелерде көп нәрсені айтпастан жасайды. Жабық жасайды. Мысалы біз географиялық тұрғыдан біз Ресейдің, Қытайдың қоршауында қалғанымыз сияқты, Әзербайжанда Ресейдің қоршауындағы ел. Оның тіпті басып аламын десе, Ресей бір гвардиясын жіберсе жеткілікті. Жан саны да өте аз. Мұнай мен газге толы ел. Анау екінші дүниежүзілік соғыс басталған кезінде, тіпті әуелі Шар Россияның кезінде бұл Бакудың мұнайы деген бүкіл дүние жүзінің назарын аударған мұнай болады. Екінші дүниежүзілік соғыста Сталиннің жаңағы соғыстағы ең маңызды қауіпсіз жанармай көзінде сол Бакуден алып отыр. Ал сол Ресейдің географиялық қоршауында тұрған Әзербайжан қалайша НАТО мүшесі және өзіменен бір тамырдан шыққан, бір тілде аудармасы сөйлесетін түріктерменен қорықпай тұрып одақ бола алады, қорықпай тұрып әрменмен соғыс алады. Олардан саясаткерлер, қалай саясаткер, мысалы кезіндегі бұрынғы Әлиев пенен оның баласы қазіргі Әлиев Әзербайжанды ұстап отыр. Бұлар да Советтің кадры, бұлар да КГБ, НКВД-ның фильтрінен шыққан, бұлар да Совет кезіндегі Әзербайжан Советтік социалистік республикасының партия комитетінің бас хатшысы болды. Назарбаев Қазақстан Совет социалистік республикасының партия комитетінің бас хатшысы болды. Кейін тонын ауыстырды да бұлардың барлығы президент болып алды. Енді сонда географиялық тұрғыдан да орыстың ықпалында, әскери тұрғыдан да орыс кез келген уақытта басып алатын Әзербайжан қалайша орыстан қорықпай отыр, ал Қазақстан неге орыстан қорқып отыр? Әзербайжанның мынау географиялық орналасуы да Түркияға, Европаға жақын. Сосын ол 30 жыл жаңағы Қарабақ арқылы соғысып, соған дайын болғандықтан, ол 30 жыл соғысқа дайындалған ел. Қазір бұрынғы түркі мемлекеттерінің ішінен Совет одағына қараған әскери қуатты әлеуеті жағынан, жаңа технологиялармен жарақтану жағынан Әзербайжан бірінші орында тұр. Екінші орында Өзбекстан. Содан кейін басқаларымыз. Сондықтан ол Түркияға жақын болғандықтан, және кеше ғана нені Арменияны соғыспенен Қарабақты қайтарып алды ғой. Содан бұл күшейіп кетті. Және Түркия көмектесті сол кезде. Түркияға әбден сеніп отыр. Россия қазір екі немнеде тарапта қатар соғысамайды. Соны пайдаланып, Түркия арқылы бұл еркін қимылдап жатыр. Және бізді де ол локомотив болатын болса, бізді пойыздың немнелері сияқты, вагондар сияқты бізді де тартып кетейін деп отыр. Тартып кете алса өте жақсы болар еді. Ал Қазақстан мынау географиялық жағынан Россия менен үлкен қашықтықтағы неміз ғой, көршіміз ғой. Біз әбден кіріптармыз Ресейге. Біз ол Әзербайжан сияқты еркін қимылдауға бізде мүмкіндік жоқ. Оның үстіне жаңа қаңтардағы биліктің сақталуы бар. Міне сондай жағдайларға байланысты біз еркін қимылдай алмаймыз. Жаңа өзің айтқан немне өте дұрыс. Батыс бізді сынаса сынай береді. Амал жоқ.
Біз сондай мәжбүр жағдайда отырған неміз. Бірақ біз бәрібір жаңағы сол неге кірсек деп әрекет жасап жатырмыз. Басқа Осы түрік мемлекеттері сияқты. одақны сөзіңізді бөлдім, кешіріңіз. Әзербайжан, Әрмен, Түркия, Еуропа жолы, яғни Кавказ, Орта Азия арқылы Еуропаны жалғау жолы, бұл енді күрделі әңгіме болып тұр, бірақ баста